Мен қазақ ханы тәуке мен халқым үшін әрқашан жауаптымын. Менің мақсатым елдің бірлігін сақтау, жұртымның тыныштығын қорғау. Әрқашан солай. Мен билік еткен заманда қазақ даласында тәртіп орнады, әділ заңдар жазылды. Міне тарих. Сол заңдар жеті жарғы деп аталды. Бұл біздің тарихымыздың маңызды бөлігі. Бұл заңдар әр қазақтың құқығын қорғап, дауларды шешуге арналды. Әділдік бәрінен жоғары. Мен 300-дің басын біріктіріп, ағайынды ереттім. Біздің күшіміз бірлікте ғана. Халқымның амандығы мен еркіндігі мен үшін қымбат болды. Олар әрқашан жүрегімде. Біз сыртқы жаудан қорықпадық, себебі бірлікте болдық. Бірге бәрін де жеңеміз. Бірлік бар жерде береке бар. Ынтымақ елдіктің кепілі екенін ұмытпайық. Менің арманым қазақ жұртының мәңгі азат болуы. Бостандық біздің басты құндылығымыз. Ұрпағым, ел бірлігін сақтаңдар. Бұл сіздердің басты мақсатыңыз болуға тиіс. Сол кезде ғана қазақ елі мәңгі жасайды. Еліміз мәңгілікке гүлдене берсін, ағайын.